сіздер 20 жылдықтан байрамлауға келдік мектепке оқушы болдықтан. Білім берген ұстазларға жалынлы сәлем. Сізлер себеплі ашылды бізге ажайып әлем. Бәріне хит болады бүгінгі байрам. Көргенлер хайран, болады хайран. Алишер Илхам жұлдызлар келіпті. 20 жылда 88-лер жиналды бәріде. Бәріне хит болады бүгінгі байрам. Көргенлер хайран, болады хайран. Seksen 20 жылдық оң болсын. Жастан ұқсап егізге мектепке қатнадық біз бірге. Достарым қошласқысы келмей 9-шыны біткерер кезде. Қошласу кешесін өткеріп аттестат қолға алғанымызда ұстазларымыз да бізге хайран. Ер жетіп қалғанымызға ұстазларымыз да бізге хайран. Ер жетіп қалғанымызға. Классларым, сағынышларым, қоштасқым келмейді менің достарым. Классларым, сағынышларым, қоштасқым келмейді менің достарым. Кешіріңдер болса егер айып, сонда да достарым. Жыламай қоштасайық. Сонда да достарым. Жыламай қоштасайық. Классларым, сағынышларым, қоштасқым келмейді менің достарым. Классларым, сағынышларым, қоштасқым келмейді менің достарым. Міне бүгінгі басылап атқан 20 жылдықларымыз оң болсын, Құдайым ізі давамлы болсын, 30 жыл, 40 жылдықларды беріп жүру несіп етсін, төрт көз түгел. Құдайым со орнымыз жоғалмасын, қатарымыз кемеймесін. Со алдымыздан ұстазларымыз аман болсын. Со мектебіміздің жамаатіне, классымыздың балаларына рахмет айтаман 88-лерге. Сондай 20 жылдық, 30 жылдықларды беріп жүру несіп етсін. Алдағы басылап атқан байрамларымыз сәтілі аяқлансын. Рахмет. Бүгін мінекей Кегейлі районында
Нөмірі 14 санлы мектепте 20 жылдық ұшырасу кешесі болып жатыр. Мінекей 88-лердің ұшырасу кешесі 20 жыл демде арадан өтіп кетті. Әмме жиналып, қуанышлы күнде байрам насипетіменен баслап жатырмыз. Әммеге оң болсын. Сондай мәдени ұшырасу кешелер мектепте бола берсін. Не қылаймыз? Мына Батырбек, Азамат Жорам әммеңізге табыстар тілеймін. Байрам жақсы өтсін, әммеге құтлы мүбәрек болсын. Құяш нұры атырапқа тараған мектебімен мен асыға бараман. Өткен күнді еске алсақ бірме-бір 20 жылда өтіп қаптарылдым. Ассаламалейкум. Біз палуалар елі, сазанелер елі, шабандозлар елі болған Оллы жұрт Кегейлер районындамыз. Бүгін Кегейлер районы бұрынғы Макаренко атындағы қазіргі 14 салы орта мектепті Сараспыдан 20 жыл бұрын келген 1988 жылы туылған жігіт қыздардың 20 жылық ұшырасу кешесі басталды. Қызметте мен Алым Мырзамбетов һәм пайтақтымыз Нүкіс қаласынан келген профессионал студио Gold Cinema студиясымен қызметте боламыз. Әмеңізге оң болсын. Өмірдің шерін өткен демлерін, балалықтың шоқлық еркеліклерін, мектеп жылларында естеліклерін, бәрін бір есте классластарым. Тасыдық талай хаттарды қызларға, теңелген жүздері ай жұлдызларға, жанды да теге бек жуан асларға, тұңғыш мұхаббат деп классластарым. Сағындым жаслық жылларын, айтайық жиналған кеуі сырларын, қайдасы жаслықта өскен достарым. Сағындым сізлерді классластарым. Сағындым жаслық жылларын, айтайық жиналған кеуі сырларын, қайдасы жаслықта өскен достарым. Сағындым сізлерді классластарым. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Peki, hürmetli okuşlar, son 24 salı mekepte 24 yıllık yerip ana mektebimizge kadem basatkan egens, kademlerse Allah nur yapsın. Ve ustazlar isip gelip atırız. Bundan bir rahmet aytamız. Daimse ömür жазыңыз Allah Taala ziyada kılgan olsun. Бақытлы жігіттер, бақытлы қыздар болып, шаңыраңызға амал тілеймін, әмеңізге денсаулық тілеймін, шүкуат тілеймін, мәртебелеріңіз бәлет болайын. Сол келесі ендігі уақыттарда 30 жылық бар, 40 жылық бар, 50 жылық бар, мектебімізге есеп, ұстаздарымызды есеп келу есеп етпейді. Шиrin дидар бәрімізге бұйырсын, жақсы күнде көрісейік достарым. Сағындым жаслық жылларын, айтайық жиналған кеуі сырларын, қайдасы жаслықта өскен достарым. Сағындым Кегейлер районы 14 салы орта мектеп 1988 қыз жігіті 20 жылы. Халқымызда бір әріп үйреткен ұстазға 40 жыл сәлем бер деген сөз бар. Бүгін міне ұсы 20 жылық беріп атқан жігіт қызлар Зарас бұдан 30 жыл бұрын ұсы ана мектеп дәргайында ұсы ана мектептің алтын босағасында қарсы алып, бірінші әріпті үйреткен, нәзік қолдарына қалем ұстатқан бірінші мұғалімі Гүлзабир апа жанымызда. Гүлзабир апа оң болсын. Бүгінгі міне шәкіртлеріңіз сондай ауызбіршілік түрде мектепке келіп, ұстаздарға сәлем берейік деп, өздерінің міне 20 жылық ұшырасу кешесін бастап атқан екен. Өзіңіздің бір шәкірттеріңізге жақсы тілейміз. Оқушыларым міне мектеп босағасына қадем кішкене уақытына қадем атып келген шөжелеріміз мінекей ер жетіп камалға келіп, ана мектебіменен ұстазлармен ұшырасуға қадем атып келіп жатыр екен. Қадемлері құтлы қадем болсын, өмір жастары ұзақ болсын, жұмысларда табыс болсын, мәртебелері бәлет болсын, ұл қызларының ыратын теңінен көріліп, барлық уақытта осы жақсы нәтижелерін бөлісу несіп етіп,
бала шағасымен аман отырсын. Амин. Қадемлер құтылған болсын. Рахмет. Рахмет әлбетте Гүлзайбир апа, Құда қаласа кеше давамында қазір ана мектептерге енді сонымен бір қатарда пайтақтың Нүгіс қаласында ажайып ресторанында байрам дастархандары жайылған сөйдеді, жақсы тілектер дейсіз. Рахмет. Болады. Яқшы сау аман болыңыз. Әлбетте бүгінгі кеше қатынасушылары шәкіртлердің және де ұстазларының бірі болған бірінші класс мұғалімі Гүлнар апа Ырзанбекова. Гүлнар апа оң болсын. Жаңа Гүлзайбир апамызға жақсы тілектер айтты. Өзіңіздің қуаныштарыңызды, тілектеріңізді бүгінгі шәкіртлеріңізге білдіріп қойсаңыз болады. Бүгін бір ұлыстың ұлы күні, ең қуанышлы күн. Бұдан 20 жыл бұрын бірінші классқа келген оқушылар, ойын баласы партаға отырған уақытта қандай толқынлану болса, қазір 20 жыл өткенден кейін өзлері мектеп дәргайына келіп, бірінші ата-аналарын, екінші білім берген ұстазларын еслеп, сәлем берейін деп келіп отырған екен. Шәкіртлеріме рахмет, мұнан бір. Дайым өзлері мінекей бірінші класста қалемді қалай ұстауды білмейтін балалар, енді міне өзлері ата-ана болып атырыпты, қожалық болып атыр, шаңарақ иелері болып атырыпты, міне дайым сол. Басқан қадемдері оң болсын. Амин. Алладан тілеген тілеклері сол жастарымыздың оң болғай. Алла тағала өзі өмір жастарын ұзақ қылып, бала шағаларын тапқан тұтқаны бала шағаларына бұйырып, сол өмір жастары ұзақ болып, мәс болып жүре берсін. Рахмет. Тілегім сол. Амин. Рахмет Гүлнар апа. Бақалесе міне жаңа Гүлзайбир апа да айтты, қуанып, қуанышларымыз бір сыймай жатыр. Әлбетте, әрбір кәсіп иесі өзінің шығарған өнімімен мақтанса, ұстаз өзінің міне оқытқан шәкіртлерімен мақтанады. Әлбетте, міне көптеген шәкірттің ұстазсыз. Бүгін міне сол жылдар давамында еткен ниеттеріңіздің бір аз-маз болса да жемісі шәкіртлеріңіз ана мектеп дәргайында сіздерді хөрмет етіп келіп отыр. Байрамдарыңыз оң болсын. Құда қаласа байрам кешесінде давамында бірге боламыз. Рахмет. Бізді күзетуді давам. Әмемізге сол жақсы тілегім сол. Сіздерге де оң болсын. Амин. Рахмет. Сау болыңыз. 4 шерек 45 минутлық сабақ уақыты, 5 минутлық тәнефіс. Әмде 10 жыл давамында ана мектеп дәргайында ұстаздардан білім алу. Әлбетте бұл әрбір инсанның мектеп дәуірінде басынан өткен ең қызықлы балалықтың қызықлы уақиғалар десек, біз қателеспейміз. Бүгінгі 20 жылдық ұшырасу кешесі қатынасушыларда осындай қуанышлы күндерді басына өткізген. Бүгін мен қазір 20 жылғы өтіп беріп жатқан жігіт қыздардың кеше қатынасушыларының ұстаздарға һәм достарға деген бір-бірінің жақсы тілегін естиміз. Ассалаумағалейкум. Мінекей бүгін мен Жұман Үмран. Бүгін мінекей бітіргенімізге 20 жыл болып қаптым да. Соған балаларға, қыздарға рахмет, қуанышымнан ауыз біршіге түрде міне жиналып жатырмыз. Бәршеңізге рахметлер айтамын. Мұғалімдерге рахмет. Ассалаумағалейкум, бәршеге, ұстазларыма, достарыма. Міне бүгін әмеміз қуанып тұрмыз, 20 жылығымыз оң болсын. Міне қазір классластарымызды көріп, жүздерінде қуанышты көріп, қуанып жатырмыз. Бәрі өзгермеген балаларға рахмет, үстінде қалып шөкілеместір батырған мектеп жәмәтіне, директорға әмесіне рахмет етамыз. Ассалаумағалейкум, жиналған қауым. Әмемізге оң болсын, 20 жылығымыз көптен күткен. Ұстазларымызға рахмет, классластарымызға рахмет. Ассалаумағалейкум бәршеге, ұстазларыма бәріне ассалаумағалейкум және бір мәрте. Не деймісіне бүгінгі 20 жылдық бәршеңізге құтқы мүбәрек болсын. Классластарымызды, қызларымызды көріп қуанып жатырмыз, мұғалімдерді көріп қуанып жатырмыз. Шөлкемлестіріп жүрген жігітлерге көп-көп рахмет. Не қылдаймыз? Сол әмеше денсаулық беккен болып жүрсін. Бәршеңізге құтылы болсын 20 жылдық. Ассалаумағалейкум әмеге. Мен Мамутова Мехриван Усайновна. Мен осы мектепте 2005-2006 жылдар аралығында оқып келдім. Міне бүгін әмеміз классластарымызбен 20 жылдыққа жиналып жатыр екенбіз. Әмесін көріп қуанып жатырмын. Кластың балалары жақсы шөлкемлестіріп,
ауызбіршілік түрде һәм мені жинап отырған екен. Қуаныштымын, 20 жылдығымыз һәммемізге оң болсын. Ұстазларыма да рахмет, һәммеміз кетті, жиналып жатырды. 20 жылдан бері, 15 жылдан бері көндеген класстың қызларым, балаларым көп қуанып жатырмын. Ассалаумағалейкум, мен Сейтмұрат Арапат. Міне бүгін мектеп бітіргенімізге 20 жыл болып қалыпты. Бүгін міне дидар көрісіп, достарымызбен қуанып жатырмыз. Мектеп жамаатіне білім берген ұстазларымызға рахметімді айтамын. 20 жылдық бүгінгі байрам кешесі һәммемізге құтты болсын. Мұғалімді күйдірген, қапа қылып, жөнсіз қамақ үйдірген. Уақыт болса озғыр ең жүйрек екен. Үлкейіп қалып біз классластарым. Бүгін сағыныштың жасы құйылсын, көздер қуанысып кеуіл сүйілсін. Шиырын дидар бәрімізге бұйырсын, жасы күнде көрісейік достарым. Сағындым, сағындым жаслық жылларын, айтайық жиналған кеуіл сырларын. Қайдасы жаслықта өскен достарым, сағындым сізлерді классластарым. Сағындым, сағындым жаслық жылларын, айтайық жиналған кеуіл сырларын. Қайдасы жаслықта өскен достарым, сағындым сізлерді классластарым. Ассалаумалейкум, hürmetli Aziz Nurani ұстазлар, Aziz кеше қатынасушылары, бүгінгі көптен сағыныш белен көрісіп атырған 1988 жылы туылған жігіт қыздар. Бұрынғы Кегейлер районлық халық білімдендіру бөліміне қарасты Макаренко атындағы қазіргі Кегейлер районлық мектепке шекемгі һәмде мектеп білімлендіру бөліміне қарасты номері 14-ші саллы орта мектепті Сарыраспыдан 20 жыл бұрын ұсы 2005-2006 оқу жылын табысылы тамамлап, қолларына аттестатларын алып, жоғары оқу орындарына өзінің арзу арман еткен кәсібінен тереңдеу білім алу үшін ұсы мектептен ұшып кеткен қарлығашлардың бүгін қайта ұстаз шәкірт ұшырасу кешесі. Бүгінгі 20 жылық ұшырасу кешесіне қош келіпсіздер, әзизлер. Әлбетте, май айының соңғы 25-ші сәнесінде ұсы жігіт қызларды соң қоңырау әр қайсын әр жаққа қошласу қоңырауы болып тарқат жіберген болса, бүгін міне әр жылы мектеп дәргайында өткізіліп кетірген дәстүрге айланған, яғни айтқанда заманауи тілмен айтқанда традицияға айланған 20 жылық ұшырасу кешесі. Әлбетте халқымызда сөз бар, бір әріп үйреткен ұстазға 40 жыл сәлем бер дейді. Сол ұстаздардың білімнің арқасында бүгінгі міне ұсы залымызды толтырып отырған жігіт қыздар өмірде өз жолын тауған міне бір кәсіптің маманы, ұл қыздың ата-анасы, еліміздегі бақытлы шаңырақтардың иесі десек біз қателеспейміз. Әлбетте бұл ұсып отырған ұстазларымыздың минетінің арқасында. Әрбір кәсіптің иесі өзінің міне шығарған өніміменен, темірші шығарған бұйымлары менен, әлбетте аспаз пісірген тағамлары менен, бағман еккен нәлілері менен, мейуа ағаштары менен мақтанса, ұстаздардың жемісі ұсып отырған шәкіртлері. Жылдар давамында ине менен құдық қазғандай минет етіп, бүгін міне солардың жемісін көрмекте. Әлбетте, алдымызда ұстаздар аман болсын, ұстаздарымызды бір қол шапалақларыңыз болсын. Әлбетте, бүгінгі салтанатлы кешемізді ашып беру үшін мен Кегейлер районлық мектепке шекемгі һәм мектеп білімлендіру бөліміне қарасты номері 14-ші саллы орта мектеп директоры Махмуд Құдыратыллаев бүгінгі кешемізді ашып береді. Ассаламу алейкум, hürmetli ұстазларым, hürmetli інілерім. 1988 жыл туылған жігіт қызларым, 20 жыллықты белгілеп атсыз, құна оң болсын. Құдайым осы 20 жылды белгілеуге осы ауызбіршілігіңізбенен, орныңызбен жоғалмай, 30 жылы, 40 жылы, 50 жыл, 60 жылықты белгілеу несеп етсін. Хақиқаттан бұл үлкен той, бұны ойласыған тойдан үлкен болды. Айрым жігітлері қызларыңызбенен сөйлесіп тұрдық. Бұны таярлау күшілі болды бұның.
Сол мінекей көз тимесін сол дәрежеде сол ойластың арқасында мінекей әмеңіз келіп отырсыз, міне ұстаздарыңыз келіп отырыпты, ұстаздарыңыз жылдан жылға көбейіп жатыпты. Мына қара, әммесінің кеулі бар ұстазлардың. Әммесі тәрбие берді, білім берді. Білім бергеннен кейін ұстаздарға жетіп отырсыз. Қарап отырсам, айырымдарыңыз мұғалімсіз, шпакерсіз, іспілерменен бар ішіңізде, әр тарауда бар. Қарап отырман және айырымларының перзентлері ұсы мектепте оқиды. Биыл 11 кластан бітіріп жатыпты, 4 кластан бітіріп жатыпты. Мінекей қуанаман өзіңіздің оқыған мектебіңізде өзіңіздің балаларыңыз сөйді оқыса, басқаша боласыз. Сол әмеңізге табысылар деймін. Және мәртебе ұстазларымыз менің осы мектепте оқып дәрежеге жеткенменен ұстазларыма көп-көп рахмет. Шаршамаң, алдымызда осындай жасарып жүре берің. Сол 20 жылдық, 30 жылдыққа белгілеу. Хақиқаттан қарап отырсаң, там етеді ұстазлар. Менің ана оқушым әзір еслеп жатырды, фамилиясын еслейді. Бірақ қазіргі уақытта біз оқушылардың аттарын айтамыз қазіргі уақытта. Бірақ бұрынғы уақытта фамилиясын айтады. Мысалы, Алланова деп атыпты, мысалға Аметова деп атыпты. Әмеңізге оң болсын 20 жылдық, құтылы болсын 20 жылдықтан жақсы ниетке әмеңіз жете берің, әмеңізге табысылар. Рахмет. Рахмет. Өзбекстан қаһарманы, Өзбекстан әмде Қарақалпақстан халық шайыры Ибраим Юсуповтың бір ажайып қосығы бар. Жас әулетлар келешекке баратқан, ұстаздым деп сыйлап арқа сүйеген. Кең әлемге білім нұрын таратқан, мен мұғалім деген халықты сүйемен дейді. Әлбетте міне ұстазлардың минеттің арқасында бүгін ұсындай жігітлер өмірде өз жолын тауған әрбір еліміздегі бақытлы шаңырақтың иелері. Әлбетте міне бүгін кешемізде бір қатар нұрани ұстазларымыз, ағаларымыз, апаларымыз келіп отырыпты. Мен бірінші тілек сөзді Гүлстан апа Айниязова, нұрани ұстаз. Әлбетте, сүйірді отыра берін. Әлбетте, бұл әсіресе міне ер адамларға, ұстаз, ер мұғалімлерге мектеп дәуірінде мұғалімшілік бұл кезде аңсат болуы мүмкін, бірақ әйел адам өмірде екі кәсіпті теңдей алып барады. Күндіз ана мектеп дәргайында әдулі ұстаз болса, ал кеште шаңырақта әдулі ана, ұл қыздың тамағы, үстінің киімлері, перзентлерінің өмірлік жолдасының міне үстінің киімлерінің тазалығы һәм сол һәммесін болғаннан кейін түніменен отырып іс план жазу. Әлбетте, ұсындай анамыздан бір жақсы тілек естейік. Мархамат. Ассалаумағалейкум. Hürmetli оқушылар, кешегі бүгінгі мінекей өзлеріміздің қатарымыздағы жаслар, мінекей ана мектепте ұстазларды сағынып, мінекей 20 жылдан кейін дәслепке қадемменен мектепке келіп отырсыздар. Құдайым, қадемлеріңіз құтлы қадем болсын, ұшырасуыңыз соңғылықта көбейе берсін. 20 жылдан кейін 30 жыл, 40 жыл, несіп етсе 50 жыл, ар жағын енді бір құда біледі. Әммеңізді со күлдерге жеткеру несіп еткей. Бала шағаңыз бенен бәріңіз аман отырғайсыз, жақсы күлдерді көрісу біздерге де несіп етсін. Неке ұстазлардың әммесі бүгін жақсы ниетпенен сілерді көрейін деп әммесі келіп отырды. Құдайым, ұстазларымыздың құдайым деманслары марақлы өтсін, жұмыстағылардың жұмыслары табыл болсын. Әммемдіге бүгінгі қызметте жүрген жігітлер әммеңізге рахмет. Құдайым жақсы күнде көрісіп. Рахмет. Әлбетте міне ұстаздың әлбетте міне жаңада айтып өттік, бұл өмір 5 күндік. Әмме бір-біреуге мейманбыз. Бүгін міне сол дәуірлерде мектепті біткеріп, балалықтан жігітлік өмірге қадем атылап, міне әркім әр жаққа тарап кеткен болса, өмірде өз жолын тапқан жігіт қыздар. Бірақ сұм әжел арамыздан 2 класстасты арамыздан ерте алып кетті. Балалығым келсе еді қайтадан, ұстазыма 1000 рахмет айтаман. Бүгін достар, класстастар жиылсақ, парталасым сол жорамды жойтаман. Рухың шат болып көтер басыңды, қапа болып шыртпа әргіз қасыңды. Hürmetlеріміз мәңгі сенің атыңды, бұл дүнияда достарың бар жоражан. Мархум класслас Өтемейсіп
Әділбай, Жұматов, Икрам. Міне арамыздан ерте кеткен. Әлбетте, жатқан жері жайлы болсын, топырағы торқа болсын, достарынан, ұстазларынан разы болсын. Қалған жағында бауырыңыз бүтін болсын. Тек қана қуанышта ұстазлар менен 25 жыллық, 30 жыллықта, 40 жыллықларда көрісіп жүру әмеңізге несіп етсін. Рахмет. Dünya өзі әуелі. Әлбетте, міне, құрметті әзіз меймандар, бүгінгі кешемізде міне халқымызда сөз бар, өліні сыйламай тірінің ісі рауаж болмайды дейді. Соның үшін міне ең баста міне марқұмдан еске алып өттік. Қазір міне класстастарының суретлері үлкейтіп әкелінген шаңырақ ағзалары болса, қазір шаңырақ ағзаларына тапсырылады. Һәм естелік сауғаларым бар, бірге қосылып. Естелік сауғалары да бар. Әлбетте, енді мен және де тілек сөзімізді сол жерде Жасылкөн Нұрани ұстаз Жолдас ағамыздан естіміз. Жолдас аға, мархабат. Ассаламу алейкум, және бір мәрте осы мектептің ұстазлары, әмінеке біткеруші, оқушылар. Міне, хақиқатында да міне 1988 жыл туылып, осы мектепке қадем басы бірінші классқа 2005 оқу жылында біткеріп, міне бүгін ана мектебіңізге әм ұстазларыңызға сәлем берейін деп келіп жатырсыздар. Сол біріншіден 20 жылдық юбилейіңіз әмеңізге құтылып мүбәрек болсын. Сол әмеңіздің денсаулығыңыз бекем болсын, сол шаңырағыңызда амалық болсын, жақсы ниеттеріңіз көп болсын. Әрқайсыңыз мінекей бір шаңырақтың атасы, бір шаңырақтың анасы болып жатырсыздар. Халық қожалық тарауында істеп жатырсыздар. Оқушыларымыз көреміз, сол жұмысларында, көшеде, көрген уақытта сәлем берген уақытта біздер сол ұстаз екенімізге қуанамыз да. Олайым сол юбилейіңіз оң болсын, сол мәртебелеріңіз бәлент болсын. Шаңырағыңызда амалық болып, ендігі юбилейде де келу әмеңізге несіп ете берсін. Мына ұстазларыңызды, сіздердің арқаңызда міне осы мектепте бірге істескен ұстазларымызды бүгін көріп жатырмыз. Олар біздер менің үшін қуанышты күн болып тұрды да, олар. Мінекей 30 жылам келеді демде, 40 жылам, 50 жылам келеді. Сол уақытта сол мектепті, ана мектебімізді сағынып, ана ұстазларын сағынып келу сіздерге несіп ете бергей. Сол көрген жерде сол біздің оқушымыз деп біздеріміз қуанып жүрейік. Сол отырған ұстазларымызға бекем денсаулық тілеймін, күш қуат тілеймін, ауырмаға ешқайсысыз. Сол мектеп, 14-ші мектеп деген үлкен мектеп районында, белгілі мектеп, бірнеше ұстаздар сөйерден шыққан, оқушылар шыққан, бұлардың арасында халық тарауындағы жақсы жұмыста істеп жатқан оқушыларымыз бар да. Қазіргі уақытта мектеп басқарып жатқан Махмұт Құдіретлаев ініміз жұмыстарына табыстар болсын, сол мәртебелері зияда болсын. Сол жылда сол мектептен қарлығаштары жоғары оқу орындарына кіріп, сол мектептің абырайын бәлетін көтеруіне мен тілектеспен. Рахмет. Рахмет. Әлбетте Жолдас аға, сізге де бақытлы қарлық тілейміз. Ибраим ағамыз айтқан ғой, жатқанға не берер көрпе һәм дастық, жатаған болмақлық өзіне қаслық. Бақытлы қарлық, екінші жаслық, міслі кеш түскенде атқан таң деймен дейді. Бақытлы қарлық әмемізге де несіп етсін. Әлбетте өмірде бұл ең кереклі пән, бұл математика. Қосу, алу, көбейту, бөлу, енді бөлуге бойынша ешкім жоқ шығар. Мұғалім, ұстаз, Рафқат ұстаздан бір тілек естейік. Мархабат. Ассалаумағалейкум, үрметлі ұстазлар, үрметлі мына мектепті бұнан бір сарғаш 20 жыл бұрын бітіріп кеткен азиз біткерушілеріміз. Мінекей бүгінгі бір дидарласу кешесі 20 жыл әммеңізге оң болсын, құтлы болсын. Біріншіден сол бір бейбақа байлық, денсаулықтарыңыз бекем болсын. Сонда нелеріңізді бір-біріңізді жойтылмай, бір көріскенде бір жақсы, сондай бір 20 жылдық, 30 жылдық, 40, 50 қалтамнан шығып, 60-70 деп еді кеше бір сондай. Солардан көрісу несіп етсін. Осы мектепті біздерім бұнан бір қазір 32 жыл болды. Ұстазларымыз біздерді де оқыты бұл ұстазлар әммеміз. Біздерге де осы мектепті 94 жыл тамамлап, осы мектепке сәлем берейік деп мұдамы келіп тұрамыз. Бұл мектепке қадем кіріп басқаннан баслап бір өзгеше бір не болады. Сол тез-тез келіп тұрың, мектебіңізді ұмытпаң. Сол және мәрте байрамларыңыз құтлы болсын. Сол өмірден бір жолларыңызды бейқатер болсын. Сонда алдымызда ұстаздарымыз аман болсын. Солардың денсаулықтары бекем болсын. Солардың жолларын берсін әммеңізге. Сондай бір әдеулі,
ұстаз болу әммеге де несіп етсін. Сізге де рахмет. Рахмет. Әлбетте, міне, үрметлі кеше қатынасушылары, бұл 20 жылдық, бұл тек қана ана мектепті бір көріп кету ғана емес, бұл ұстазға деген үрмет, ауызбіршілік, соның арасында. Ұсыныш өлкілместірген жігітлердің амыне минетлеріне рахмет. Құда қалесе, қазір бұл жерден шығып болғандан кейін байрам дәстүріне барып, пайтақтымыз Нөгіс қаласында Бабилион ресторанында шырайлы дәстүрханалар, мазалы тағамлар атрапында да, дәстүрхан атрапында отырып, жақсы тілектер айтыламыз. Әлбетте, мен енді тілек сөзімізді Саррас бұдан 30 жыл бұрын, яғни айтқанда 1995-1996 оқу жылында ана мектепке қадем атылаған, міне, ұсы жігіт қызларды, ұсы ана мектеп тәргайында қарсы алған, нәзік қолларына қалем ұстатқан, бірінші А әрібін үйреткен, ата, ана сөздерін жазып үйреткен, отанға деген сүйіспеншілік, елге деген, жаслы көнге, жас кішке деген хүрмет ізетті ең бірінші үйретіп бастаған бұл бірінші ұстазлары келіп отырыпты. Гүлнар апа, Гүлзабир апа, Замир апа. Мархабат. Ал міне, хүрметлі оқушыларым, бүгінгі ұшырасу кешеңіз 20 жылдық байрамыз. Мектепке атылған қадеміз құтлы қадем болсын. Міне бұннан 30 жыл алдын мектепке аппақ қағаздай болып келген оқушыларым, оң солды білмей, мектепке білім дәргайына атылап, білім аламан деп келген оқушыларымыз міне уақыттың өтуіменен ұсындай дәрежеге жетіп, көз қуанарлық дәрежеге жетіп қуанып атырман. Мінекей ұстазларымызбенен, өзлеріңіздің достарыңызбенен ұшырасайын деп 20 жылдан кейін мектеп босағасын атылап атырсыз. Сол уақытлардан бері қанша уақытлар өтіп, мінекей ұстазларыңыздың берген білімлерін, тәрбияларын осы дәрежеге жеткеріп, әр қайсыңыз белгілі бір оқу орындарын біткеріп, кәсіптің маманы болып атырсыз. Мінекей өзлеріңіздің жұпларыңызды тауып, ұлы қызлы болып, шаңырақлы болып атырсыз. Енді әке болып әкенің қадірін, ана болып ананың қадірін, ұстаздың қадірін енді еслеп еске алып атырған шығарсыз. Мектеп деген ұлы дәргай, бұл білім алған, тәрбие алған жеріңіз, өзлеріңіздің еркеліклеріңіз, шоқлықларыңыз бәр осы мектепте ойлап қарасақ ең бақытлы дәуіріңіз мектеп дәуіріңіз. Себебі уайым қайғысыз, білім алып, үйіңізге барып, мектепке барып келіп жүретін уақытларыңызды көз алдыңызға еслетсеңіз, ең бақытлы дәуіріміз деп ойлайтын шығарсыз. Құдайым ана қосылғаңызбен қосағарың, ұл қызыңыздың ратын теңінен көрің, жұмысларыңызда табыс болсын, барлық уақытта сіз біздігіміз күшлі болсын, әмейше осындай жақсы күлерді несіп етсін көрісу, 20 жылық, 30 жылық, 40 жылықларды да көрісу, басыңыз аман, бауырыңыз бүтін болып, көрсе бергейміз. Әмейше аман болың, балақшағыңызбен аман отырың. Өмірдің шерін өткен демлерін Ассаламу алейкум, hürmetli мектеп жамааты, ұстазлар, нурани, оқушылары. Не, жаңа Гүлзабира бәрін айтып кетті. Дайым сол сіздерге де денсаулық тілеймін, ең главный, делдеріңіз сау болсын. Гүлзабира апаның айтқандай, ата болдыңыз, ана болдыңыз. Ішіңізде жаңа айтып атырыпты, ұстазлардан бар шығар. Ұстазлардың қандай минетінің бар екенлігін, қандай дәрежеде тәшушіленіп жүретұғынлығын әмеңіз біліп атырыпсыз, білдіңіз. Балаларыңыз оқуға келіп атырыпты, оқып атыр. Міне, дайым со Алладан не тілесеңіз, барлық тілеклеріңіз орыланғай. Дайым, со ең несі, со біздердей дәрежеде, біздерден жоғары дәрежеге жетсе бергесіз. Бала-шағаларыңыз аман болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын, со қосылғанларыңызбен қоса ағарып, перзентлеріңіздің бауы беккен болып, мәртебелері бәлент болып, со аман жүргейсіз, дайым. Ел үстінде жүрген азаматлар болғайсыз, дайым. Аман болың, тағыр мәртебе болың. Балалықтың шоқлық еркеліклерін. Ассаламу алейкум, ұстазлар.
һәм мұғалімде бір нанды бөлісіп жүрген нұрани ұстазлар һәм достарым, һәм 20 жылдық юбилейге келген әділі оқушыларым, бүгінгі мына келген қадамдарыңыз құтты болсын, һәмеңізге аманлық, денсаулық, шаңырағыңызда бақыт тілеймін. Құдайым келген қадамдарыңыз құтты болсын, һәмеңізге денсаулық тілеймін. Ұстаздар, сіздерге де тілегім сол. Өмірдің ең ширын өткен демлерін. Рахмет. Енді міне құрметті азималар, бүгінгі міне мектеп дәуірінде класс бірінші мұғалімлері, содан кейін 4-ші классқа шейін оқып болғаннан кейін сол 5-ші, 6-ші класстан бастап сол класс басшы, яғни айтқанда классный руководитель деп айтылатын еді. Бүгін міне класс басшысы отырыпты. Саламат. Енді Гүлжахан апа да бар екен, ол нөкістен жете алмай қалған, енді сояқта байрамда сұрғанда Құда қаласа несіп етсе көрсеміз. Дәбетте мен тілек сөзін класс басшы Саламаттан естек. Мархамат. Ассалаумағалейкум, үрметлі ұстазлар, әзиз оқушылар. Бүгін арадан 20 жыл өтіп, ана мектебімізге келіп атқан екенсіз. Һәммеңізге осы байрамдарыңыз құтлы болсын. Осындай байрамлардан байрамларға жетісіп жүре берің. Енді азғантай бір не айтатын болсақ, қазір классқа барғанда айтамыз, елі гәттіп, өзімде да ол. Енді мен өзім сол ұстаз болып, сол мектепке келген уақытында сол ұстазлық қызметім тәжірибем осы класспен басыланғанда менде, себебі келген уақытында бұларды бер жіберген маған. Бұлар классрук шыдатпайтын класс болған екен. 9-шы Б классты айтып отырмын. Мен білмеймен, хабарым жоқ, ал дегенге ал жіберіппен. Кейін Арапқат жолдасаға сілер мен қорқытып сентябрь жақылағанда. Ертең жа классыңа барғанда көресең деп қорқыттыңыз ғой. Сөйт мен сентябрьде қорқып, 2 сентябрьде қорқып келген ме рас, бірінші немеді. Енді сондай бір не болды, бұлардың несі бұйрық бермеу керек екен, бұлармен араласып кету керек екен тек. Енді балалар біледі, шомылуға барса менен қосылып шомылдым қасында. Футбол ойнаса футболға бардым. Басқа ауылдарға да барып қайттық, ядыңызда, я? Түннің ортасында қайтқанларымыз не баяғы? Әке шешелері ізлеп бұларды. Сөйтіп тілін тапқанманда мен бұлардың. Енді Құдайға шүкір, әзірам қатынасып жатырмыз. Айырымларымен қоңсыда болдық, бір мешіт қауымда жасаймыз. Үйлі жайлы болып кетті. Назираның қызы мен менің балам 11-ші класты бірге біткерді биыл. Рафаттың қызы менен мен қызым бір класста оқиды. Сондай өмір бола береді екен, енді қағанын аз класста айта берерміз. Байрамдарыңыз. Рахмет. Мен кеше расы міне жаңа айтып жатыр ғой, бірге араласып кеттім, бірге араласып бірдей болып қойған екен де сіздермен. Кеше мен мектепке келгенде мен бұл классрук деп ойламадым, классыңыздың баласы деп ойладым рас. Рахмет. Әлбетте hazil енді бір hazilен болып тұрсын деп жатырмын. Қабақты үйіп алып, баяғыда дей бергенше бір күлісіп алайық. Енді құрметті азималар, құрметті кеше қатынасушылары, енді қалған тілеклерді қазір класста да айтылады, һәм сауғанда ана байрам дастарханында да айтылады. Бүгінгі міне тойға той әнімен дегендей, бүгінгі кешеміздің қатынасушылары сіздерге сауға саламлармен келген. Енді ұзақ жақыннан келіп отқан балалардан, қызлардан бір кеуіліне жақсы тілек, ұстазға деген жақсы жылы сөздер жүрегіне түйіп келген класстастардан бар ма? Келіңіз ортаға келіп бір тілектер. Ұсы шығатын шығар деп тұрып ем, кеш бағана келгенде бантик тағып келгеннен қорқып емісің. Келіңіз, және бар ма? Мынеде тұрып алыңыз ба? Мынеде мынандай тұрып. Кел. Балалардан бар ма? Балалардан. Жігітлерден. Кел. Ассалаумалейкум, әзиз ұстазлар, қадірлі классластарым. Бүгін біз үшін өзгеше ұнытылмас һәм қуанышлы күн. Себебі мектепті бітіргенімізге міне 20 жыл болды. Уақыт тез өтті, уақыт сондай тез өткен болса да, ұстазларымыздың берген білімі, тәрбиясы, ілімі еле қалбімізде.
сіздердің берген біліміңіз, тәрбияңыз жәрдемінде біз өмірде өз жолымызды таптық. Сіздерге бұл үшін өзгеше бір рахметімді айтамын, сіздерге миннеттаршылық білдіремін. Қадірлі классластарым, біздерді хамемізді өмір har xil manzillarga алып кеткен болса да, бүгін хамемізді бір жерге жәмледі. Бұл сол классластарымыздың достығы, ауызбіршілігінің белгісі деп ойлаймын. Хам бұған көз тимесін деп айтамын. Арамыздан бейуақыт өткен классластарымыз бар, Әділбай, Икрам. Олар арамызда болмаса да біздердің қалбімізде, ұмытпадық ядымызда. Бұл үшін біздің класслас балаларымыз, жігітлеріміз Құрбан хайты байрамында садақа тарқатты. Садақасы Алла даргайында қабыл болсын. Қызлардың атынан сол жігітлерімізге миннеттаршылық білдіремін, рахмет айтамын. Ассалаумалейкум, құрметті ұстазларым, классластарым. Міне со 22 жыл болыпты біздердің бітіріп кеткенімізге. Бізде 9-дан бітіріп кетіп едік. Енді көріп атқан классластарымыз көбісін көрмегенбіз. Со міне ұстазларымызды көріп, шақырғанымызға келіп, со ілтимасымыз жерде қалдырмай келіп атқанларыңыз үшін рахмет. Басымызды иеміз, алдымызда аман болың. Со 30 жылы, 40 жылықларымызда да со орныңыз жоғалмай келуіңізді соранамыз, сенеміз, Құда қалесе. Құдайым со Алла ұзақ өмір берсін, алдымызда аман болғайсыз. Минетлеріңіздің бақасы жоқ. Со алдағы, мысалы 20 жылда оқушыларыңыз сондай нелермен келіп атырыпты, әр кәсіптің маманы болып, қарлығашларыңыз ұшырған. Сілердің тілеклеріңіз, сілердің берген білімлеріңіз арқасында. Со хаммеңізге рахмет айтаман, алдымызда аман жүргейсіз. Құдайым әділі ана, хаж ана болып, алдымызда отыра бергейсілер. Орыларыңыз төрден болсын. Құрметті классластарым, сілерге де неше күннен бері, неше айдан бері ұрсам болып атыр оның ішінде. Хаммеңізге рахмет айтаман. Көп ойласықлар болып атырыпты. Түніменен нешеде ашсағам телеграмда отырыпсылар, міне 2-де де 3-де де қайта-қайта звонок етіп, ойласып. Хаммеңізге рахмет айтаман. Со минетлеріңізге рахмет. Құдайым үлкен тойымыз бұл, міне 20 жылығымыз оң болсын. Құдайым со кейінгі 30 жылы, 40 жылықта да басымыз бірігу, несіп еткей, аман болғайсылар, орның шойылмасын. Ассалаумалейкум, құрметті ұстазлар, мұғалімдер, класслас қыз жігітлер. Міне бүгін көптен күткен ұлы той дегенде 88-лердің 20 жылық тойы құтылымы керек болсын. Тойларымыз тойлаға басып, 30, 40, 50 жылықларды белгілеу әмемізге несіп ете бергей. Біздерге тәрім берген ұстазларымызға мың рахмет. Алла күш қуат берсін, алдымызда аман болың. Рахмет әмеңізге. Өмірдің шерін өткен демлерін. Ассалаумалейкум ұстазлар, ассалаумалейкум достар. Бүгінгі 20 жылдық ұшырасу кешеміз құтлы болсын. Аяжан. Ұстазларыма бірінші оқытқан мұғалімме рахметімді айтамын. Менің өзімде бір мектепте бір 8 жыл давамында бастауыш класс мұғалім болып істедім. 2 класс біткеріп сол кезде бір мына айтып отқандай мұғалімшілік кәсіптің машақаты бар екенін сезіндім, білдім, көрдім. Рахмет сізге. Рахмет. Енді міне құрметті кеше қатынасушылары, азиз бүгінгі 20 жылық беріп отырған нұрани ұстазлар, әмде 20 жылық беріп отырған жігіт қыздар. Енді бағанаға жаңа айтқандай тойға тоянаменен бір кеулеріңізді көтеріп, сауғаларыңызды бір алып, бір сауға алған әммеге де жағады. Дұрыс па? Ол ең бастысы соны хүрмет етіп берген сауға. Енді мен бірінші мектеп сауғасы, мен Махмуд Құдратуллаев сауғаны қабыл етіп алыңыз. Мен қалтымнан шығып атты. Мектепке кондиционер. Мархамат. Көріскен күндер, күнде сыйлаған өзіңе гүлдер. Біз де жас едік,
Рахмет. Алғысыңыз мінет ашылыңыз болса, рахмет. Және өте оң болсын. Рахмет әмеңізге. Ұстазларымыздан қуанып қалатын болды, мектебіміз салқын болатын болды сіз кезде. Енді әмеңізге рахмет, оң болсын. Құдайым және мектебімдегі Қаяжанмен сөйлемей жатыр. 20 жылдықты бір нәрсе айтып өтейін. Тимур бар, Нұрлан бар, және бір екі қызлармен. Өзімнің 20 жылында деп көтті расым. Мынау не? Ойласқан кәбетіме келеді, ойласамыз, ұстаздарды ойласамыз. Күнде анандай қылайық, кеше безелуге келдік. Садақа берді, қабыл болсын садақалары. Одан кейін рекламасына түстік. Өзімнің 20 жылында деп көтті де кейін ойлап қарасам. Сол және оң болсын 20 жылыңыз, сау саламат, денсаулығыңызбенен жетісе берің. Ұстаздарымыз ең несі, ұстаздарымыз аман болың, қартаймаң, сондай құтылықлауда 20 жүре берің. Рахмет әмеңізге. Рахмет. Құда қалесе. Кондердің ертең алдымызда не бір ысылар, шилле кетіріпті ысы. Құда қалесе Саратанның ысылар кетіріпті. Сол кезде астында бір салқылап отқан кезде сол шәкіртлеріңізді бір рахмет айтып, бір патия қылып, дуа қылып, дуаңызға қосып қоясыз. Құда қалесе өні өсін балаларымыз. Ендігізі және кеп берсін деп. Рахмет. Енді құрметті кеше қатынасушылары, қалған енді ұстаздарымызға сауғалар. Бірінші мұғалімдерге, бірінші ұстазларға Гүлзабир апа, Гүлнар апа, һәм Замир апа. Ядлап алдым ғой уже сразу. А вот саған тапсырыңыз. Сенің менен қалмаққа өзім түсіп қалдым ба, өзім құрған қармаққа. Менсіз қалай шыдайсың, сенсіз жүрек жанбақта. Ойланатын уақытым жоқ, уақыт бармақта. Кетер болсаң кеттің ғой, ұзақласып аулаққа. Мұхаббатым құрметі, өсек сөзбен тарқатпа. Сүйгенлігім құрметі, өсек сөздер тарқатпа. Әлбетте міне бүгінгі кеше қатынасушылары нәзік бармақларына қалем ұстатып жазуды үйреткен ұстаздарының енді арадан 30 жыл өтіп, сол ұстазының бармақларына бриллиант қасылы алтын жүзіклер тағып атыпты. Ертең кеште Гүлзабир апаң үйіне жүзік жуыспақ айтқаным әмігі. Махмуд не, кондиционерден қосып жуаман дейді. Демек, кейінгі класс басшыға, кейінгі сауға һәм директор Жолдасаға, Махмуд аға, директор жасты көйлегі өзін отделінем. Оларға де, Махмуд аға һәм класс басшы Саламат аға, Гүлжаған апа. Саламат келіңіз. Сол үшін мұрамын, сіздердің ұзынашөк тағып жүрсе, сіздердің 20 жылық беріп атқан деп ойлайды. Сенедің мұхаббат, сенсің ойымда. Бізді жас едік, 18-дегі. Бәрімсі мұхаббат, бізді көрмедік. Саламат оң болсын, үйде келінге апарып берсең қуанып қалады, ендігі жыл және класс сурк бол дейді. Сондай манты қазана келе беретін болсаң деп. Гүлжаған апаның сауғасы. Үйіне апарып бересі. Міне Гүлля білесін айтып кетті. Һәм Гүләм бар. Үйге апарып суға сап қой, сен апарып бересің, солып қалмасын айтты. Демек, кейінгі ұстаздарымыз кімге? Жолдасаға, Рафиғаға. Әммесі бірдей. Сенікіне мынандай, менікіне мынандай деген зат жоқ. Қыздар.
senin sulu sulu taram. Aa, солардың бәрі мыналар танымай жүр ғой қайсысы біздердің мұғалім деп. Бүгін анық той болады қарам. Шашың senin sulu sulu taram. Ойнағанда қалым менің яман. Сөзім бар айтадым саған. Бүгін анық той болады қарам. Жүзім пісіп тұрған шиеден зор гүлдер бастанды одан кейін. Мұхаббаттан мәс болып отыр мынау. Сен қарамасаң ярым бірақ бірден. Жүзім пісіп тұрған ау шиеден зор гүлдер бастанды одан кейін. Мұхаббаттан мәс болып отыр мынау. Сен қарамасаң ярым бірақ бірден. Рахмет. Микрофон кіті шағын қыра. Әлбетте міне сауғалар жетті ме әммеге? Сауғалар ұнады ма? Кеуілдегідей ме? Енді? О, афам ой. Болды, шығарын қырықты. Демек, енді міне шәкіртлеріңіз ұстаздарымыздың со қазанында май қайнасын деп шырайлы қазалардан берген. Келілеріңізге апарып берсеңіз, ой, ене рахмет дейді. Міне бүгін минетіңіздің жемісін көріп атырмыз деп. Құда қалесе, хәмеше жақсы күллерге асылсын қазаларыңыз. Енді бір шеттен астен тілек естіп бара берейік, я? Кімнен? Мархамат. Енді мен сауғаны берген бір ештанып айта қойсын дебім ғой. Күнімен қарап тұрсам, әмесі саламатам кетті, шомылдық, помылдық деп соларды айтып кетті. Бәрі ештанып отырып едік өзі. Рахмет балаларымнан қара. Мен өзі начальник класстан бастап оқыттым сіздерді. Рус тілінен, өзбек тілінен сабақ бердім да. Сонда көздеріңіз жылтырасып, мапмайды балалар болып отыратын едіңіз. Сонда сабақынан план бойынша сіздерден сабақтан сұрап өтіп кететін едім. Еш албырама, еш сондай. Енді қарасам, әр қайсыңыз бір шаңарақтың иесі. Үлкен адамдар болып отырсызлар. Жаңа деп ойланып отырдым да, ұсағын не деп сөйлеймін, албырап қалмайын бекен деп, сені хаяжанланып отырмаймын. Себебі әр қайсыңыз бір шаңарақтың иесісілер, әр бір тараудың иесісілер. Бұрын айтатын еді, 50 жылда ел жаңа деп. Қазір 20 жылда өзгеріп атырыпты. Соншыма тез рауыжланып атырмыз. Сілерді әр маманың иесісілер, бала шағаның иесісілер. Дайым соншыма тайырланыпсылар, рахмет. Таярлап атқан балаларға, шөлмелестерген балаларға, қыздарға үлкен рахмет бұл аңсат емес бұл жұмыс. Біздерім көрдік 50 жылық бердік, 3-4 жыл бұрын. Сонда әркім әр жақта, біреудің айтқан біреу тыңламайды. Мен біліп отырыппын да сіздердің қалай таярланғаныңызды. Рахметіне, әр қайсысы әр районда сәменсіз келіп атырсызлар, жүректеріңіз жарылып. Дайымсы 30 жылықта, 40 жылықта, 50-60 жылықта да бастарыңызды жойтпай, ешкім орнын жойтпай, мәз болып жүре бергенсіздер, қатарыңыздың алды болғайсызлар, құдайым. Ең көкіріңізде қандай жақсы ниет болса, әмес орлана бергей. Рахмет, біздер рыза болып атырмыз мекен, сонша сыйлап атырсыздар ұстазларыңызды. Рахмет бәріңізге. Рахмет. Көрдіңіз бе дауыс толқынның өзгертігіне? Рахмет, әзіл ғой. Әлбетте міне біз және де келесі ұстазларымыздан мархамат. Құрметті ұстазлар, кәсіптестерім, әзіз оқушылар, ұлларым, қызларым, 20 жыл байрамға келіп отырсын, байрамдарыңыз, ұшырасу көшелеріңіз оң болсын. Тексілер емес, жаңа Замир айтқандай, әммеміз, біздерім әммеде толқынланудамыз. Және айтамыз деп, әммеде біздерім сіздің алдыңызда албырап тұрмыз. Мұна сыйлап атырсыз, ұстазларыңызды құрметлеп келіп отырсыз. Баяғы балалық уақытларыңыз ятыға түсіп атырыпты. Осы 1-ші класста келіп, 10-ші классқа келемен деген шәді оңын соңыз танып, әмме өмірден өз жолларыңыз таптыңыз. Бұлардың бәрі мұғалімдеріңіздің арқасында, ұстазлардың арқасында білім алдыңыз. Өмірден өз жолларыңыз тауып, қандай да бір кәсіптің иесі болып жүріпсіз бәріңіз. Көріп қуанып тұрмыз.
қуаныштымыз сіздерді көргенімізге, дидарласқанымызға. Өмірлеріңіз ұзақ болсын, өмір жасларыңыз, денелеріңіз сау болсын. Әркім бір шаңырақтың иесі болып, ұлларды, қыздарды тәрбиелеп жатырмыз. Солардың жеміслерін көрің, балаларыңыз өздеріңізден бір алық болсын, ойлағаныңыздан зият, бір білімлі, ілімлі перзентлер тәрбиелеп шығарың. Мына сауғаларды алып қуанып тұрмыз, қазан алып жатырмыз. Мына гежі орамал дейміз ғой баяғы, мына жамылып қуанып тұрмыз. Мына гежін жамылып, ана какалинде орыслардың Хәммет дізіл какалинде айтады деді осы какалиннің несінде отырыппыз ғой деп жатырмыз ғой. Рахмет сіздерге, Алла сыйласын. Мына сіздердің 20 жылдықтарыңыз, мына құрбан айт байрамдарына да туры келіп жатыр. Құрбан айт байрамы да әммеге оң болсын, кәсіптесілерім. Har жылы айтылық байрамларға амалық міне жеткіре берге Алла Тағалам. Алдымызда бар елі 30 жыллық, 40 жыллық, 50 жыллық жарып қатайтып қалтамыздан шығып жатырмы деп. Со өмірлеріңіз ұзақ болғай, со белгілей берің қандай юбилей болса. Үйлеріңізде де той бола бергей, ойлаған ниеттеріңізге жете берің. Мына Махмуд осы мектепті өздеріңіз тәрбиеладық. Мына рабқатлар бар, міне әрқайсысы бір мектептерді басқарып, қазір оттай директоры болып тұрыпты. Жұмысларыңызда табыс болсын балаларым. Сіздермен қуанамыз. Мына Махмуд десе біздер оқыттық қой, Көзебере достының баласы ғой дейміз. Рабқат болса да өзіміздің рабқат ғой дейміз. Мақтаныш біздер үшін. Сіздерден көріп қазір қуанып тұрмыз, көріп мақтанып жатырмыз. Толып тасып тұрмыз. Мына басылаушы балаларға да рахмет балам. Кәсібіңізден камал табың. Жақсы күндерде жүраса берейін. Рахмет. Әлбетте міне апамыз айтып жатырыпты, міне гежілерді жамылып, Россияда веселые бабульки деген бір топар бар еді, Евровидениеге бар бірінші орындап келген. Қазір кегелі жазуда түсіп, бір айдыларды ма бір зат айтып берсеңіз, я? Хай! Болды, ойнап берсеңіз болды. Әлбетте сөйтіп, ешланып, ешіп, ойнап, күліп жүре беріңіз. Енді міне азималар бүгінгі сол мектепте қожалық істері бойынша директор орынбасары, яғни айтқанда завхоз деп айтылады. Завхоз әмде Илесаға һәм дене тәрбиесі пәні мұғалімі. Міне уақытында мына балаларды денсаулық үшін жүгіртқан, енді қожалық үшін жүгіріп жатыр ғой енді. Бала-шаға деп жүгіріп жатыр. Мархамат, сауғалар, шапаллар. Ақ қосады менің тұлпарым, шылқыран көңіл сұңқарым, көгіріп келіп жұттым мен ауарым жазғы жұпарым. Оң болсын. Ертең кеше шапан жуыспақ. Рахмет. Илесаға ма? Оң болсын Илесаға. Запқоз боламын деп маңнайым ашылып қалды деп жүр ғой бұл. Бір тілек, е? Не болған? Мен мыналарды ұра берген спесілер. Кімді көрсең үстінің таяғына арқасында. Мархабат. Али ақша, мені қолдайым көңілме 20 жыл қылып отырған кеңес қолдайым құтыл болсын, оң болсын, қолдайым жылдан жылға үстінде күледі, ұшаса берің, рахмет, қолдайым. Әмі үстінде күледі, ұшаса берің, көрберек. Мархабат. Дене тәрбие пәні мұғалімі. Ассаламу алейкум, әммеге. Оң болсын міне, 20 жылғарыңыз со. Қадымденіз құтылық әдем болсын. Әммеге амалық, жұмыстарда табыстар семияда. Рахмет әммеге. Рахмет әлбетте, міне азыз имамлар, бүгінгі 20 жылғы ұшырасу кешесі қатынасушылары әрбір осы мектепте жұмыс алып барған ұстазлар hamde сол мектеп жәмәтіне бірме-бір сауғалар да беріп таярлаған. Мен енді келген жерден бастап кім? Бұл пердеша асықсы едік. Біздер мұғалімдер асығыс болса жасқа қарамайды ғой. Мархамат, асығыс екен енді не қылайын? Ассаламалейкум, әзиз ұстазлар, әзиз оқушыларым. Не бүгін сіздерді көріп тұрғанымнан жүдә қуаншылман. Не қылайын? Кеше жаңа біреу айтып еді, бақырауық мұғалім едім. Растанам бақырауық мұғалім едім. Енді жұмыста бақырмасаң сіздер келе болмайсылар, айтқанды қылмайсылар, соң үшін көплеу бақыратын едім.
Мына юбилейлеріңіз өздеріңізге құтылы болсын, Құдайым. Не қылды, шаңырақларыңызда аманлық болсын, ауызбіршілік болсын, үбірлі-шүбірлі балаларыңыз бәріңіз осы мектепке келіп оқып, сіздер дәрежесіне жетіп, олар да 20 жылдық, 30 жылдық бере берсін. Сіздерге де соны тілеймін. Кеше ғана біздер 40 жылдығымызды өткердік. Жүдә әжайып. Бұл баяғы біткеріп кеткен оқушыларымызды енді көріп, енді ұшырасқан уақытта бір өзгеше хаяжан, мұғалімлерді, ұстазларды көрген уақытта басқаша бір не болады да. Еслесең, несесең, бір сондай сіздердікім жүдә жақсы болып, кеуілді болып өтсін. Біздер әзір со 40 жылдықтың давамы бар еді Шымбай қаласында. Соған асығыңқырап тұрмыз, содан кейін сіздерден өтініш етіп, ұстазлар рұқсат сұрап кете жақпыста, машинамыз күтіп тұрыпты да мынерде. Со давамы бар еді, со 40 жылдығымыздың. Кешіресіздер енді. Сіздерге табыс тілеймен, бала шағаңызға аманлық тілеймен, өніп өсін Құдайым. Не қылдаймыз? Мына ұстазларыңыздың ізін давамлағайсыз, ұстаз болғанлар. Құдайым ұсылардың сілерге жасын бергей. Ұстазларыңыз алдыңызда аман болғай. Құдайым ұстазлар бұлардың да, біздердің де нелерімізде 60 жылдық, 70 жылдық Құдайым бола бергей. Сондайларда жас кемпір болып жүре бергейсілер. Бала шағаларыңыз аман болсын. Зор денсаулық біргей. Ассаламу алейкум, ұстазлар, неке 20 жылдық кешесінің әзиз қонақлары, неке бүгінгі байрамыңыз құтлы мүбәрек болсын. Сіздерге беккемден саулық, шаңырақларыңызда, бақыт, жұмысларыңызда тасқын табыстар тілеймен. Неке мына ұстазлар, біздердің де ұстазларымыз, біздер осы мектепке жаңа шашымыз шергілдеп келген ақта біздердің апаларымыз еді. Неке біздер де солардың іздерін басып кетіріппіз. Құда қалайсыз, сіздер де біздердің ізімізді басасыз. Құдайым мына тойларыңыз тойларға ұлаттын. 40 жылдық, 50 жылдықларда да ұшырасып, сағынысып көру несіп етсін. Жаңа айтқандай кешірім сұраймыз апалар. Біздер машин күтіп тұрып еді қашан. Ал жақсы өткерің, пайызлы болсын. Күнімен сауғаны бермей тұру керек беді. Рахмет, hazır ғой. Әлбетте міне 40 жылдық беріп атқан екен. Ертең 5 июнда да білмеймін қайсы мектеп екен. Осы Кегелден бір мектептің мен 40 жылдығын ап қойғанмын. 5 июн сәнесінде. Осы Кегелдің центрында. Біз келген жерден бастап кімге кеп қалбайық? Апамыздан, мархамат. Hürmeti var. Mine hürmetli ballarım, kızlarım. Bugün bir ustazlarınız şunda, sizler özleriniz şunda bir kuanışlı küllerдің biri. Bayram, bir жағынан той десек те болады, Құдайым со құтлы болсын, оң болсын. Бұл байрамыңыз, тойыңыз давамлы болғай. Еш уақытта со қапа болмағайсыз, басыңыз аман, со бауырыңыз бүтін. Кейінгі жылдықларға да жеткере бергей. Со мына апалар алдында айтып өтті ғой. 30 жылдық, 40 жылдық, 50 жылдық, одан ар жағына да ұшырасып, дым жақсы болып, қол ұстасып жүру несіп еткей. Міне 20 жылдық деген біраз уақытта көп көрінеді әзір сіздерге. Ендігі жағы зулап өтіп кетеді. Демде 30 жылдыққа ал дейсіз. Одан кейін 40 жылдық сондай болады. Өзі өмір деген сондай. Себебі ұл қыздарыңыз үлкейеді, солардың тәрбиешілері үлкейеді. Сол менің уақыттың қалай өткенін білмейсіз. Демде 30 жылдық келеді, Құда қаласа. Құдайым сол күндерде кейінгі жылдықларда ұшырасу несіп еткей. Құтлы болғай. Бағана Махмұт бір не айтып еді? Қазір біздер атларын айтамыз, бұрынғы мұғалімдер фамилиясын айтатын еді деп. Сондай бір нені айтып берейін. Бір күні қалаға кетейіп баратсам, оқытқан оқушылар көз алдынан келеді ғой, сразу танисың. Оны отырған орнына дейін білесің кейде, не? Кейбір оқушылардың. Сөйтсем жаңа бала қарап кетіп баратыр. Сөйтіп, сәлем бергісі келмеді ау деп кетіп баратыр ма менің. Сөйтіп тоқтап болып кейінгі деп, мұғалім ассалам алейкум дейді. Ау алейкум ассалам, айнайын, бақытты бол дедім. Мен таныдың ба дейді. Ау таныдым, Нұрекеевсан, Күйішіп көшеде тұрассан, отырған орныңды айтайын ба партаңды дедім. Еға рахмет апа деп зырлап кетіп баратыр десе бетіне. Сондай ұстазларды ұмытпаң, көрісіп, сондай жақсы күндерде ұшырасып несіп еткей. Тойларға орасқай, міне ұстазлар, Құдайым, сондай жақсы күндерде ұшыраса бергейміз. Махмұт балам, жұмысларыңды табыс.
Құдайым районның ең алдыңғы мектептерінің бірі болып жүре бергейсің. Уақытында бұл мектеп не деген, қандай мектеп болды? Со дәрежеге жеткейсің, одан асып кеткейсің. Болады мына балаларға да Құдайым табыс болсын, тойларыңыз көп болсын. Келген жерден бастап, мархабат. Ассалаумағалейкум, ұстазлар, мына оқушы қызларымыз, балаларымыз. Міне бүгінгі юбилей тойыңыз өздеріңізге құтлы болсын. Күнімен міне жасыл күн апалар жақсы тілеклер айтып жатыр. Со тілеклердің бәрі Алла дәргайында қабыл болсын. Өмір жастарыңыз ұзақ, беллеріңіз сау болсын, несібелеріңіз мол болсын. Мына өсіріп атқан ұл қызларыңыздың ратын көріп, қосылғанларыңызбен қоса қарып, біздердей жасыл күн кемпір қары болып жүре бергейсіз, Құдайым. Еш уақытта жамалық көрмегейсіз, сүрінікпегейсіз. Міне 20 жылықлар құтлы болып, ендігі 30 жылық, 40 жылықларда да ұшырасу несіп етсін. Жұмысларыңызда табыстар болып, тапқан тұпқаларыңыз жақсы күндеріңізге несіп етсін. Ассалаумағалейкум. Мұғалімдер, әзиз ұстазлар, оқушыларым, сіздердің бүгінгі 20 жылдық юбилей тойларыңыз оң бола берсін. Бақытлы шаңарақ болып жетілсе берің. Құдайым ұлларыңыздың, қызларыңыздың қызығын көру несіп етсін, соның гуасы болып жүре берек. Жаңа айтып атырды, мұғалім деген ат қатты, мен химия мұғалім болғаннан кейін ұрған шығарман. Көбірек уақытта ұратын еді, әзір ұрсаң жүгіріп келеді атана. Ондай атана болмаң. Балаң алдына түскен атана келешекте баласынан күте алмайды да. Сол үшін нәтижесі шықпайды. Ұрған жақсы дейміз біз, еле біздер мұғалімдер сондай емес пе? Сол әйтеуір балаларыңыздың сүрінікпеген, жақсы күндеріне көрсін, несіп етсін, 30 жылдық, 40 жылдық, 50 жылдық тойларыңыздан темде жетеді деп жатыр, сондай дәрежеге жеткен гуасы болып, біздерім қатынасу несіп ете берсін. Және бір мәртебе рахмет неше үлкен естірушілерге, балаларға, қыздарға, тамада баламыз жүда жақсы не жатыр, болмаса жылда келеміз 20 жылдыққа. Рахмет сағанам. Арнайы Шымбайдан келдің бе? Рахмет. Мектебімсам гүлдене берсін. Әрбір неде көріп отырамыз, олимпиадаға шыққан жетіскерліктеріне қуанып отырамыз. 14-ші мектеп өздеріміздің бірінші біткеріп келген уақытта мұғалім болған уақытымыз, ұстаз болғанда. Мына оқушыларымыздан отыр мінекей, Ілиясам, Махмұттам, Рапқаттам оқушыларымыз. Сол біздер мына апаларымызбен бірге істестік. Сол уақытта 50 жаста пенсияға шығатын еді, қазір 55 жаста ғой. 50 жаста шыққанақта апаларымыз еслейміз, біздер учтескеға кіре алмай тұратын ек. Себебі үлкен апалар, енді өздеріміз сол пенсия жасынан өтіп әмін кеттік былай. Сол дәрежеге жету несіп етсін әмеңізге. Сол уақытта көрсек. Және бір мәртеп ойларыңыз оң бола берсін. Құрметлі ұстазлар, оқушылар, не бүгінгі қадемлеріңіз құтты қадем болсын, 20 жылқыларыңыз оң болсын, не дейміз, шаңырақларыңызға амалық тілеймен, денсаулық тілеймен, осы апаңлардың жолларын беріп, әмеңіз үлкен бір кемпір, ғары болып, пенсияға шығып, несіп етсін әмеңізге. Барлық тілеклер сіздерге, жақсы тілеклердің бәрі. Ассалаумағалейкум, бүгінгі 20 жыл қатынасушылары, мына кәсіптестерім, оқушылар, 20 жылдық ұшырасуыңыз оң болсын. Мен мына Б классқа 7-ші класста 1,5 жыл классрук болып кетіп едім, ұмытпаған болсаңыз. Мінекей бүгінгі 20 жылықларыңыз құтлы болсын, Құдайым. 30 жылдық, 40 жылдық, 50 жылдық ұшырасу нәсіп ете берсін. Бастарыңыз аман болсын, бауырларыңыз бүтін болсын, бір-біреуді жойтпаң, орыларыңыз кіреулі болсын. Мінекей мына отырған жасыл үлкен апалардың біздерге жолларын берсін. Көрсек, ұсындай жақсы ниетлерде, жақсы күндерде ұшыраса берейік. Мына директорымызге де рахмет, ұсындай кешелер шөкімлестіріп, мына сілерге де ауызбіршіліктеріңізге көз тимесін. Ұл қызларыңыздың рәтін көрің, кәсіплеріңізден камал табың, ұшыраса, ұсындай жақсы күндерде ұшыраса берейік. Сізге де рахмет. Өмір деген қаталзаң, жаслығың тұрмас мәңгіге. Кем-кем қадем атарсаң ғарлық деген зәңгіге дейді. Әлбетте өтіп атқан өмір. Міне ізімізді басып кетірған келешек әулат ізімізді толтырып кетір. Әлбетте бүгінгі ана мектеп дәргайындағы ұстаз шәкірт ұшырасу кешесі 20 жылғы ұшырасу кешесінің бірінші бөлімі өз аяғына жұмақланып кетіпті. Қазір класстарға барамыз. Екінші бөлім Вавилон рестораны байрам дастұрғанда көрсек.
Barchangizды kutib qolamiz. Rahmat. Uqsab yegizgi Mektabga qatnadik biz birga Do'stlarim qo'shlasqisi kelmay 9-sinf bitkirar kezde Qo'shlashuv kechasi o'tkirib Attestat qo'lga olganimizda Ustozlarimiz da bizga hayron Yer jetib qolganimizga Ustozlarimiz da bizga hayron Yer jetib qolganimizga Klaslarim sog'inishlarim qo'shlasqim kelmay Amansın ba, kurbi dostlar Yüzleringde ko'rsam quvonam Yillar o'tib, ömür o'tsa da Bolalikni unutmaymiz biz Qani esga loyiq birga Ustil basi qora taxta Ustozlarning aql so'zi Asxonaning damdisi esingdami Yey sinfdosh qayda yursin Yillar samsab boradi Yüzdeskincha en salayiq Kulib o'tgan shaqqa qarayық Nostalgiya balalik shaq Yuraklarni terbigan Quvonch ben kulgi bo'lsin bizga serik Bu kech adimi o'tsin endi Salamlar, belgilep salamayızандай. Ben biraz umda başlayayım. Өздеріңіз көрмесек ham сұрап тұрамыз. Неғылып жатыр, не істеп жатыр деп. Енді бала тәрбие алып, балалардың несін біліп жатқан шығарсыз. Бір бала тәрбиелеп алса Отшылықта айтпайын деп енді. Баяғырықларымызда бармай істеп. Орыстан қырылдан, группадан шықпам кетсе, біреулер қайттан болсамыз. Телефон жөнін жақсы болды бірақ. Алалмайсаңыз. Бұлар қайыншы отырып сөйлесемесің. Тағын ату, күнің бату. Бұларды үш басқа деген шағыры бар. Екі класс өз жүргі алмады. Өз көретке заты. Сен ойыңда айтпай келесің. Мен бірінші класс Mama da aile koşuyoruz. Boksayız gibi de boksayız değil mi? Yürüdü ama boksayız gibi. Boksayız Kirgizde bunu. Ya, soğudun diye ғана var. Osman balası. Ал сөндеп жатыр айтасыз. Ұстаздардан мұғалімде бар қыздарға ұстазға не бағасыз? Олар еш уақытта білесіз. Қашан бұл? Сыртта жұмысқа қарап жүріп алмайды Thank you.
Өзгелердің гүлінен әдемі біздің гүл, өзгелерден батыр біздің ұл. Сендер аман жүріңдер, класстастарым, доссыз адам ормасыз бұлбұл. Ей, ағал достарым, ағалмастарым, есімді әлі мектепке қадам басқаным. Ең алғашқы сендермен амандасаным, 11 жыл бірге оқып бітірген класстастарым. Кегейлі районы 14-ші Саулы Макаренко мектеп. 88-лер 20 жылдық оң болсын. Әлбетте 20 жылдық ұшырасу кешесі ана мектептер қайында жүда бір шырайлы тәрізді өтті. Азыр біз Кегейлінің кіреберісі, Кегейлінің міне алтын босағасы, Кегейлі районына қош келіпсіз. Алтын жазулармен жазған ажайып жазудамыз. Азыр ғана міне осы жерде кеше қатынасушылар суретке түсіп, өздерінің тілектерін білдірді. Біз Бабилион ресторанына жол алдық.